Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн. Ал бұйырса бірінші сабағымызды бісміллә деп бастаймыз. 7 күндік марафонымыздың бүгін бірінші тақырыбы ол тыныштық және медитация. Барлығыңыз бұл тақырыпты естіп жүрген шығарсыңыздар. Медитация, тыныштық деген осы тәсілді неге көп табысты адамдар күнде қолданады? Неге бізге қолданғанымыз дұрыс? Осы сұрақтарға жауап тауып көрейікші достар. 2003 жылы алғашқы мен осы бағытты зерттей бастадым. Себебі сол кезде алғашқы кітап оқып жүрген кезде және де тармақты бизнеспен айналысып жүрген кезде сол кезде осы медитацияны жасау адамға көп пайда береді деді. Соны басында жасап көрдім. Оңай болған жоқ, себебі тәсілім жолын білмегеннен кейін адамның ойы әрі бері секіріп отыру қиын болады медитацияны жасау. Бірақ жасай келе оны күнде практиковать ету барысында егерде сол жүйені күнде қайталайтын болсақ, бізге көп деген пайда береді бұл. Біріншіден, адамдар көбінде не өткен шақ, не келер шақпен өмір сүргендіктен бізде осы сәтті ұмытып кетіп, біз не істейміз? Уайымшыл боламыз. Бітпей жатқан істерімізді ойлап уайымдаймыз. Өткендегі біздің жаңағы негативті опыт дейді ғой, жаңағы тәжірибеміз, негативті тәжірибелерімізді ойлап не істейміз? Өзімізге сенімділігіміз төмендей береді. Сондықтан, ал медитация жан мен тәннің үйлесімділігін біріктіріп, баланста болып, жан тыныштығын береді. Былай айтқанда, көптеген негативті әсерлерден арыламыз. Сондықтан миға міндетті түрде күніге жоқ дегенде 5 минут тыныштықты беру керек. Көбінде біз қайтеміз, таңертең тұрамыз, күйме тірлік жүгіріп кетеміз ісімізге, жаңағы таңғы асымыз ішемізде, жаңағы ісімізбен жүгіріп кетеміз. Ол болмайды. Расында таңғы дәстүрде, міндетті түрде осы миға тыныштықты істеу керек, беру керек. Жоқ дегенде 5 минут. Басында сізге берер кеңесім 5 минуттан бастаңыз. Тағы осы видеоға қосымша 2 медитация сізге қосамын. Біреуі 5 минуттық, біреуі 20 минуттық. Кейін үйреніскеннен кейін 20 минуттықты бос уақытыңыз болып жатса, жасап өзіңізді шынықтырыңыз осы бағытта. Ол процесті күнде осы істеу арқылы, медитацияны істеу арқылы сізде жаныңызда тыныштық, сабырлық, махаббат деген сезімдер ояна бастайды. Енді медитацияның сізге түрлерін айтып кетейін. Қандай түрлері бар? Медитацияның түрі өте көп. Мысалы, жалпылама айтатын болсақ, 20 минуттан ары қарай жасаған жақсы. Ең максимальны 1 сағат дейді, бірақ бірден оны жасау қиын. Жалпы 2-ге бөлетін болсақ, медитацияны оның ұстазбен жасайтын түрі бар, және жеке жасайтын түрі бар. Енді ұстазбен жасайтын түрі ол қарапайым. Ұстаздың айтқанын, ұстаз сізді былай жетелеп жүргендей, көзіңізді жұмасыңыз, құлағыңызға жағы наушникті тағып, бір тыныштық жерде отырып, жаңағы инструктордың айтқан қадаммен жүретін болсаңыз, сізде осы процесстен өткізеді. Сізді бірінші бұл жерде сізде денеге алып келеді. Жаңа айтып отырмын ғой, жан мен тәнді, біздің зейінді бірінші тәнге алып келу керек. Ол дем арқылы келеді, немесе жаңағы ұстаздың сөзі арқылы жаңағы нұр келіп жатыр, аяқтың астынан жылу келіп жатыр деген түрлі техникалармен істейді. Зейінді, сананы денеге алып келеді. Содан кейін түрлі техникалар бар. Ол жаңағы сіз нені қалайсыңыз? Мысалы, сіз өзіңізге сенімділік арттырғыңыз келе ме? Ол жаңағы бойыңыздағы блоктар бар ғой, біреуге ренішіңізден арылғыңыз келе ме? Немесе жаңағы өзіңіздің мақсат арманыңызға деген мотивацияңызды арттырғыңыз келе ме? Енді түрлі бұл жерде медитация бар. Сол медитация өзіңіз YouTube'дан қарайтын болсаңыз өте көп. Қалаған тақырыптағы медитацияңыз таңдап, сол бойынша ұстазбен жасасаңыз болады. Ал енді жеке түрін жасайтын болсақ, жекеде базалық бір қадамдар бар. Сол қадамдармен жасасаңыз болады. Мысалы, жеке жасайтын болсаңыз, және де оны жүріп те жасауға болады, отырып та жасауға болады. Мысалы, отырып жасайтын болсақ, медитацияда бірінші дайындық керек. Дайындық деген не? Бір тыныш жер керек сізге. Ешкім кедергі жасамайтын жер. Сосын бір үстел болсын, жаңағындай кресло болсын, шетіне отырып, тіп-тіке отырасыңыз. Немесе 20 минуттан көп жасайтын болсаңыз, беліңіз талып қалуы мүмкін. Сондықтан жаңағы спинка дейді ғой, столдың жаңағы арқаңызды тіреп отырыңыз. Немесе жастарыңыз болса, молда құрып отырсаңыз болады.
ал үлкендеріңіз столға тіке отырып жаңағы арқаңызды тигізіп отырсаңыз болады, ыңғайланып. Бастысы ыңғайлы болу керек сізге, аяқ ұйып қалмайтындай жаңағы ыңғайланып. Дайындық деген сол. Содан кейін екіншісінде біз жаңағы не істейміз? Егерде жеке өзіміз жасайтын болсақ, жаңағыдай тыныш бір әуенді қосып қойып, қазір түрлі әуендер бар, жаңағы табиғат, жапырақ, теңіз, жел, тағы басқа жаңағы орманның дыбыстары, жаңағыдай жануарлардың үндері, сондай түрлі әуендер бар. Сондай өзіңізге ұнайтын Моцарт болсын, тағы басқасы болсын, бір тыныш музыканы не істейсіңіз, қосып қойып, және де наушникті тағып, сосын жаңағы не істейсіңіз, бірінші демге, жаңа тәнге кіру керек. Тәнге кіру үшін былай жасасаңыз болады. Мысалы, 3-ке дейін санап, демді 3-ке дейін ұстайсыңыз, сосын 3-ке дейін санап жібересіңіз. Міне осыны қайталау барысында мынандай сөз айтсаңыз да болады. Дем алып жатқанда мен қуаттанамын. Дем шығарғанда мен тынығамын. Қайтадан. Мен дем алғанда қуаттанамын. Мен дем шығарғанда тынығамын деген секілді осындай сөзді айтатын болсаңыз, сіздің санаңыз не істейді? Сол сөзге байланысты қуаттанасыңыз және тынығасыңыз. Қуаттанасыз, тынығасыңыз. Міне демді жаңағы қалай дем алып жатсыңыз, кеудеңізге, ішіңізге қалай дем толды, соны сезіну барысында сіздің санаңыз дәл қазір осы сәтте болады. Осыны 3 рет, 4 рет қайталайсыңыз. Жаңағы 3 рет терең дем, 3 рет жаңағыдай ұстап не қыласыңыз. Сол кезде сіздің жаңағы жүрек қағысыңыз темп дейді ғой, ол да баяулайды, санаңызға кислород барады да, сіздің жалпы тәніңіз босаңсиды. Бастысы осы босаңсу керек. Содан кейін зейініне келді ғой. Содан кейін ары қарай түрлі техникаларды қолдануға болады. Ол қандай техника? Мысалы рақымшылық, шүкірлік, кешіру, елес, дұға, установка деген негізгі осындай программалар бар. Соларды қолдансаңыз болады. Мысалы 5 минуттың ішінде егерде жасағыңыз келсе, жаңағы 3-4 рет дем алып, жаңағыдай кең дем алдыңыз, ұстадыңыз, жібердіңіз де, мысалы 3 рет 4-ке дейін санап та. Соны жасағаннан кейін сіздің санаңыз қазір тәнде, сіздің дәл қазір осы сәтке келдіңіз. Содан кейін сіз мынандай тәсілдерді жасасаңыз болады. Мысалы, ойыңызды қай жерге жібергіңіз келеді? Мысалы, арманға саяхат жасасаңыз болады. Сіз 3 жылдан кейінгі, 5 жылдан кейінгі жетістігіңіз қандай болғанды қалайсыңыз? Мысалы, 3 жыл, 5 жыл өтті, сіз қандай денсаулық бағытында, қарым-қатынас, табыс, кәсіп бағытында қандай жетістіктерді қалайсыңыз? Соған саяхат жасасаңыз болады. Немесе осы күннің нәтижесі сізде қандай болғанды қалайсыңыз? Мүмкін бүгін сізде бір кездесу бар шығар. Соның сәтті жағдайын ойлаңыз. Қалай сізде бәрі күшті болып жатыр, қалай сізде бәрі керемет, соны ойлайсыңыз. Осыны ойлағанда сізде күшті өзіңізге деген сезім болады. Жақсы мотивация келеді, инсайттар келе бастайды. Одан кейін, ойлағаннан кейін, сіз тағы мынандай сөздер айтсаңыз болады. Мысалы, көбімізде айналамызда негатив көпті. Осы негативті біз блокты бойымыздан босатып тұруымыз керек. Ол үшін тағы мынандай қарапайым сөздер айтсаңыз болады. Менің айналамдағы, Раббым, менің айналамдағы туыс-тума, достарым, көршілерім, істестерім, жұмыстастарым барлығын өзіңе тапсырдым. Олардың сөздерін, маған беріп жатқан әсерлерін тек саған ғана тапсырдым деген секілді осындай сөздерді айтатын болсаңыз, және де мені ренжіткен болса, мен оларды кешірдім деген секілді, даже сол адамды көз алдыңызға елестетіп, мысалы осы 24 сағаттың ішінде кім сізді ренжітті болады ғой. Мысалы сіз асханаға барасыңыз, бір жаңағы официант сізді ренжітіп қойды, или бір дұрыс обслуживать еткен жоқ, сіз біреумен ренжісіп қалдыңыз да, сондай жағдайлар болып жатса, соны елестетіңіз де, сол адамды мен сені кешірдім деген секілді сөздерді айтып, ондай ренжіштер іште тұрмау керек, оның барлығы блок шығару керек. Мысалы, тумаңызбен, досыңызбен, тағы біреумен ренжісіп қалсаңыз, соны елестетесіз де, мен сені кешірдім,
менде саған реніш жоқ деген сияқты, мен сені жақсы көрем деген сияқты сөздерді айту арқылы бойымыздағы блоктарды ашуға да болады осындай тыныштық медитация кезінде. Енді бұл жерде тағы дұға да айтуға болады. Дұға қандай? Мысалы сіз жаңағы денеге кірдіңіз, тынышталдыңыз, өзіңіз не қалайсыңыз, Алладан не тілейсіңіз, соны тілеуге де болады. Жаңағы тыныштықта Алламен байланыстағы бір күшті сезім болады. Сол жерде дұғаны да айтсаңыз болады. Содан кейін установка деген болады. Установка өзіңізге программа енгізу деген секілді. Бұл жерде де мысалы былай айтсаңыз болады. Менің күнім өте керемет өтті. Менің күнім нәтижелі өтті. Мен күн соңында өзіме разымын. Менің барлық ісім керемет. Мен бақыттымын. Мен сәтті адаммын деген секілді. Мен қазір 5-ке дейін санаймын. Және де соңында мен өзімді керемет бақытты сеземін. Осы сезім мені күнімен мені не қылады? Менің жанымда болады осы сезім деген секілді 1, 2, 3, 4, 5 деп жайлап медитациядан шығып, керіліп, қуанып, осы сәтіңізге күшті болып, осындай установка жасасаңыз болады. Міне достар, көрдіңіз, медитацияның 4 түрі бар. Енді мен сізге базалық екеуін жіберем, 5 минуттық және де 20 минуттық. Жалпы бұны тек тоқтамай практиковать етіңіз. Бір қатып қалған медитация жоқ. Жаңа мен айттым ғой, рақымшылық, шүкірлік, кешіру, елес, дұға, установка деген секілді түрлі тәсілдер бар. Осыны практиковать етіңіз. Қараңыз енді достар, жасасақ не болады, жасамасақ не болады. Мысалы, күнделікті күйметірлікпен тұрдық, шай ішіп алып, жаңағы таңғы асымызды ішіп алып, іске кірісіп кететін болсақ, біздің күніміз не болады? Күнделікті жаңа күйметірлікпен бірдеңелер қалып кетіп жатады, ашушаң боламыз, тағы бірдеңе болады. Ал егерде таңғы дәстүрмен мен сізге 6 құрал берем дедім де, 7-шісі стратегия. Осы 6 құралды қолданып, осы стратегияны қолданатын болсақ, оның ішінде жаңа кітап оқу, жоспарлау, жаңағы жаттығу деген сияқты да, осының барлығын жасайтын болсақ, медитация жасайтын болсақ, біздің күніміз міндетті түрде өте керемет өтеді. Сондықтан бұл тақырып тыныштық, миға тыныштық беру, медитация жасау өте маңызды. Ол бізді рухтандырады, ол біздің сенімділігімізді арттырады, ол бізге инсайттар береді, өте керемет жағдайлар береді. Енді өзімнің тәжірибемді айтып кетейін, қазіргі таңда мен бұны қалай қолданып жатырмын. Жалпы мен қазіргі таңда таңертең тұра сала жаңағы дәретімді алып таң намазын оқығаннан кейін мен таңғы жаттығуға шығамын. Таңғы жаттығуға шығып бара жатырып, осы практикаларды мен уже жасап бастаймын. Мысалы, жаңағы медитация, тыныштық деген ол көбінде қай кезде жасаған жақсы? Ол жаңағындай ешкім кедергі етпейтін жерде, ол табиғатта, ол теңіз жағада мысалы да. Менікі көбінде теңіз жағада. Мен теңіз жағаға шығып бара жатырып, біріншіден шүкірлік етемін. Шүкірлік бақыт сезімін береді. Уа Раббым, осы таңды аттырғаныңа альхамдулиллах. 12 мүшемнің саулығына альхамдулиллах. Отбасымның амандығына альхамдулиллах. Барлығын бір тізіп айтып шықсаңыз да болады. Туыс-тума бауырларым, олардың отбасыларының амандығына альхамдулиллах. Еліміздің тыныштығына альхамдулиллах. Осындай сүйікті ісімнің барына альхамдулиллах деп осыны айту арқылы сізде бақыт сезімі оянады. Содан кейін екінші қадамда оны 3 минут, 5 минут әркім өзінің жалпы ниетіне қарай айтса болады. Содан кейін екінші қадамда мен арманға саяхат дейді, арманға саяхат жасаймын. Ол жаңағы 3 жылдық, 5 жылдық осы күнгі бір апталық болсын, мен жетістіктерімді ойлаймын. Арман, мақсат. Мен айттым ғой, менде 9 бағыт бар да. Сол 9 бағыттың сәтті нәтижелерін ойлаймын. Сол кезде күшті инсайт, жақсы сезімдер болады. Ал үшінші қадамда жаңа установка дейді ғой, жаңа санаға сенім сөздерді айтамын. Мысалы, менде әр бағытта мақсаттарым бар да, 9 бағытында мақсаттарым бар. Сол мақсаттарыма байланысты мен қандай тұлға болуым керек? Соған байланысты мен сол тұлғаның бойында болатын қасиеттерді өзіме не істеймін? Мен жігерлімін, мен табыстымын, менің өмірім күннен күнге барлық жағынан жақсы болып келеді деген сияқты установкаларды айтамын. Міне соны айтып мен теңізге дейін барамын, 2 километр теңізге дейін барғаннан кейін теңізде мен тағы да дұға жасаймын. Дұға жасаймын, сосын соның өзі медитация, тыныштықта отырамын, дұға жасаймын. Міне сөйтіп қайтып келемін. Тағы бір айналамын, қайтып келгенше 7 километрдей болады. Сол күніге мен 10 000 қадамдай орташа жүремін. Достар, енді үйге келгеннен кейін мен тағы уақытым болып жатса, мен тағы медитация жасаймын. Медитация жаңағы
5 минуттық кейде тығыз уақыт болмай жатса 5 минуттық медитациям бар, өзімнің тыңдайтын соны тығамын да. Көбінде 20 минуттықта тыңдаймын. Ол 6 фазалық медитация, менің сізге беретін медитациям. Соны тыңдаймын да, өзімнің жанымды, рухымды бәрін реттеп, күшті сезімде боламын. Содан кейін жоспар, кітап оқу, тағы басқа істерім содан кейін кетеді. Арасында жаттығуларым бар жасайтын. Ол тақырыптардың барлығын осы алдағы уақытта сіздерге толығымен түсіндіретін боламын. Енді жүріп бара жатырып, жаңағы медитацияны қалай жасауға болады? Жаңағы, қалай айтсам болады, мына сананы қалай тыныштандыруға болады? Мысалы, сіз бір жерге бара жатсыңыз. Сіз жаңағы наушникпен музыка қойсаңыз да болады, музыкасыз да оны жасасаңыз болады. Мысалы, жүріп бара жатсыңыз, да? Жүріп бара жатқанда 4 қадам санайсыңыз. Мысалы, 4 қадамда дем аласыңыз, 4 қадамда демді ұстайсыңыз, 4 қадамда демді шығарасыңыз. Мысалы, былай етсеңіз болады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 деген секілді, да? Мысалы, 4-ке дейін жүріп бара жатып, терең дем алдыңыз, ішке, кеудеге емес, ішке алу керек. Содан кейін ұстап тұрасыңыз, 4 қадам жүріп бара жатырып. Содан кейін 4 қадам жүріп бара жатырып, деп шығарасыңыз. Міне сөйтіп 4 кезек жасағаннан кейін сіздің санаңыз тынышталады. Сіздің санаңыз не проблема ойлап жатқан жоқсыз, өткен шақты, келер шақты ойламайсыз, сіз осы сәттесіңіз. Содан кейін барып сізде таңдау бар. Біз адамбыз ғой, бізде ақыл бар. Содан кейін ақылды қосасыңыз. Сізге не жаңағы проблеманы ойлап кету, не болмаса пайдалы өзіңіздің жаңағы установка, немесе шүкірлік, елестету, арманға саяхат деген тәсілдеріңізді қолдансаңыз болады. Мысалы, жан тыныштығы болғаннан кейін сіздің санаңыз денеңізге кірді, содан кейін сіз міндетті түрде бір позитивті жағдайыңызды ойлаңыз. Бүгінгі сәтті күніңізді ойлаңыз. Немесе жаңағы арманға саяхат жасаңыз да, содан кейін барып жаңағы санаға сенім сөздер айтсыз. Мен мықтымын, менің қолымнан келеді, менің өмірім күннен күнге барлық жаннан жақсы болып келеді деген секілді техникаларды жасасаңыз болады. Достар, енді міне сізге толығымен айттым. Осыны енді сізге резюмелеп кетекті, қорытындылап кетейік. Біз не айттық? Пайдасын білеміз. Пайдасы ол бізге жанымызды тыныштандырады, мотивация береді, рухтандырады. Ол біздің тәнімізді емдейді. Ол тәнімізді де емдейді. Біздің қуатымыз артады. Өте пайдасы көп. Сондықтан міндетті түрде жасау керек. Егер де тез жетістікке жеткіңіз келсе, міндетті түрде миға тыныштық керек, және де медитация жасап, өзімізге керек установкаларды құю керек. Түсіндік, да? Одан кейін түрлерін айттық. Түрлері негізгі 2 түріне бөлетін болсақ, ол ұстазбен, инструктормен, және жеке дедік, те. Ұстаздың айтқанымен біз жүретін болсақ, жаңағы бір белгілі сезімдерді аламыз. Ал жеке жасайтын болсақ, мен сіздерге айттым да, жеке жасау үшін бірінші дайындық керек, тыныш жерде. Содан кейін отырып жасауға болады, жүріп жасауға болады. Отырып жасайтын болсақ, жаңағы бірінші дем арқылы денеге кіреміз, содан кейін барып жаңағы рақымшылық болсын, шүкірлік болсын, арманға саяхат болсын, дұға болсын, установка болсын, соның барлығын өзіңіз таңдап, соны өзіңізге енгізесіз. Жүріп бара жатқанда да дәл солай. Сосын жаңа позитивті өзіңіздің әуеніңізді қосып, сонымен де сізге көмек болады ол. Міне достар, мен сіздерге осы базалық тәртіптерін түсіндірдім, медитацияның пайдасын, түрлерін және де тәртібін. Осыны енді міндетті түрде күнде практика жасаңыз. Жасамайтын болсаңыз, онда нәтижеде болмайды, өкінішке орай. Сондықтан жасау керек, міндетті түрде жасаңыздар. Енді үй тапсырмасына келетін болсақ, мен осы видеомен қоса бірінші күнге сізге 2 видео бердім, 5 минуттық және де 20 минуттық. Осыны практика жүзінде жасаңыз, және де сезіміңізбен бөлісіңіз. Сезіммен бөлісіңіз, өзіңіздің парақшаңыз Instagram болсын, Facebook болсын, тағы басқа өзіңіздің парақшаларыңызға бөлісіп, хэштег таңғы дәстүр немесе жаңағы айқұлақ өзгер академия деп бөліссеңіз, достар. Осымен аяқтаймыз. Келесі сабақта көріскенше қош аман болыңыз.